Ё-моё. Эй, не дос бұл? Жүрсаққа не болған? Қалай қалап қалған? Мен жата алмадым. Бір түрлі мына дивандар что-то. Мен диван екен ғой. Не қыстырылып, мына кішкене үлкейту керек еді кішкене диванды. Не болып отыр вообще далада? Мына верстак не қойып қалған? Не болып отыр? Қазір айналайын. Ё-моё. Не болып отыр? Бірдеңе атып отыр. Мына жақта бір құлап отыр бірдеңе. Не болған вообще? Ей? Не мынау? істеген? Не болған мына жерге вообще? Мен мына нем құлап қалған ба? Крыша емес қой мына жер андай ағаштап тұратын зат қой мынау. Анау негізі аварийный состояниеда тұрған зат қой негізі мына жер. Құлап қалайын деп. Құлап қалған мынау. Бұны қалай жөндеймін? Менде кирка заттар жоқ қой менде, ағаштар жоқ. Мир тауып алу керек енді, мерге мынаны айтып кішкене болсын бір көмектесіп жібереді, бірақ мерге ештеңе айтуға болмайды жүр. Бүкіл проблеманы мерге айта беріп. Мына көршілерден сатар сұрайын онда мен. Көрші, ассалаумағалейкум. Вағалейкум ассалам. Есік ашып сөйлесек бола ма? Иә. Көрші, мына енді көріп тұрсың, үйім енді құлап қалды. Маған кішкене болсын бір заттар бере тұрасың ба? Істеп болғаннан кейін қайтарып беремін. Заттар есе ба? Короче, қазір менде кирка бар. Осы кішкене болсын бір ағаш бар. Қазір саған берейін. Осы енді орнына қойсайсың ғой, енді мен өзім заттар бұл. Саған бере тұрайын енді. Ағаштарды қазып әкеп бересің ғой. Иә. Қазір онда осы жасап қойын, сосын әкеп беремін саған. Қайда заттар? Так, көрші, қай сундукта жаңағы тас заттар бар ма? Менде еще завод жаңағыдай тастардың үстінде зат тұрады ғой, атпақ, короче, полублоктар. Менде дәл сондай негізі заттар бар. Просто, короче, бұрында тұрған көрші емес, сол қайта сап қала береді болған енді, сенде де сап қалды ғой. Просто менде қайта көмек сұрай береді, сол менде просто запаста тұрады да, короче, сырып қалуы мүмкін деген, сып қалуы мүмкін деген сияқты. Сен енді дұрыстап ремонттайсың деп үміттенемін енді. Иә, онда мен дұрыстап ремонтты. Қай сундукта? Мына сундукта ма? Ой, мынада ма? Иә. Не? Динамиттер? Ол динамиттер алма, Ой, жақсы, онда мына завор, тастар керек қой, жақсы. Жақсы, онда рахмет көрші. Уже таң атып отыр ғой. Ана сынып қалған енді бір түрлі болды енді. Жақсы. Ана динамиттен істеп тұр. Что-то подозрительно енді. Еще ана жақта железо, алмаздар толып отыр. Қаққа кіріп жатырмын мен. Еще мен кирка сұрамаппын ғой. Сен кирка отып кетті ғой. Стой, өзім ойлап отыр едім. Онда мен саған кирка. Тас кирка алдым. Шетел рахмет. Шетел қайда? Шетел дейді қол. Біртаны шетел көрмедің ба? Білмеймін, көрген жоқ. Ден кетіп қалған шығар. Мен тас қойынып тұр ғой. Короче, тастардың бәрін алып қайттан қондыру керек. Мыналар кәдімгідей жаман құлап тұр. Яқта еще лава тұр. Лаваның тасын қазып алмайын. Ана жақта тастарды алып тастайын. Ана жақта еще ремонттау керек. Ана тастар алмай қойын, олар өздерінің тастарын. Ана тастар алып тастау керек. Құлап қалғаны енді бір түрлі болды. Мен негізі бүгін пландарым бәрі әртүрлі. Онда осы жерде қазір ремонттап бастайық. Қазір мына жерді жабу керек. Жақсы. Мына жерді жабу керек. Осылай ғой, жақсы. Жаңағы жетелдің мен динамит что-то күдіктендіріп тұр, өйткені динамит слишком көп еще. Что-то ана жетел еще подозрительно андай. Мен динамиттерге қарап отыр едім. Ашпа деп. Кішкене күдіктеніп тұр, соны әлде аңдып көрейін ба? Аңдып көрсем былай қызық болуы мүмкін. Еще мына үйде кішкене қызықты, яғни крышасы бар еще, крышасында бірден болуы мүмкін. Так, достар, қалай тұратын еді? Ұмытып қалдым, даже завор да әдемі келіп тұр ғой. Завор. Мына жақта тұратын бе еді, қай жақта тұратын еді? Завор. Ұмытып қалдым.
қазір үстін жасау керек еще. Все. Сауалдар келді. Походу осылай тұратын сияқты. Ұмытып қалыппын. Кеше ғана келіп, мына жақта міну керек. Және мына жақта жасап тастау керек. Мына жақта. Осындай зеттер тағы да екінші де салып алуға болады екен мына жаққа. Қосымша. Яғни кішкене болсын үйді үлкейтіп. Ол мысық жүр ғой. Что-то мысық. Çalmay тұрма. Мысыққа жамып кеткен. Түсіріп жіберейік. Братан. Жақсы жүре берсін. Өсті жүр. Все, ремонттап болдық. Енді мына жедел что-то кішкене подозрет етіп тұрмын енді. Енді мына ферма өсті ме екен? Қатты өспепті, иә? Жақсы. Не істейтін болады екен енді бүгін? Бізде деген әртүрлі негізі заттар жасау керек. Мысалға бізде деген морковтар бар, әртүрлі жасап қоя берейін. Жетіп еді екен ғой. Кешегі бап бір салайын. Сундыққа салып кетейін ба? Бірақ рұқсат кірмей қайын, иә? Что там істеу? Ассалаумағалейкум, қалайсың, жатам? Жақсы, уағалейкум ассалам. Не болды? Короче, менде ой, кешір, короче, менде саған бір ұсыныс бар еді. Короче, ауылдағы бүкіл нелерді, короче, огородтардың бәрін жинап, маған әкелпейші. Короче, маған тез көмек керек болып тұр, просто ше, яғни өзім жалғыз бітіре алмаймын. Маған бәрі просто жұмыс бермеді, осы көмектесші деп тұрған ғой. Барлығын ба? Негізі сен осы ауылдың фермерсің ба былай жалпы? Осы ауылдың былай главный фермер болған мен. Короче, былай маған өткізсең де болады, жаңағы ақша алып деген сияқты былай. Жаңадан шығарып, магазиным бар деген сияқты. Бірақ магазин әлі салған жоқ болса, магазин салу керек еді. Жақсы, онда магазин негізі. Мен де негізі салғым келіп жүрген магазин былай күшті идея. Бірақ мына жеделде ауылда просто жеделдер аз болғасын, сол кішкене болсын қиындық туғызуы мүмкін. Адамдар көп алмауы мүмкін деген сияқты. Ол жағында кішкене болса қиын болатын шығар. Енді мына жинап бересің ба маған огородтарды? Жинап берейін. Барлық огородтарды ма? Барлық огородтарды. Сосын, короче, давай екеуміз деген не істейік, короче, магазин ашайық осы ауылда бірігіп заттар жинап жаңағыдай деген сияқты. Сосын сол ақшасын бөліп аламыз ғой. Маған да негізі ақша керек. Былай бірден ашуға деген сияқты ары қарай басылау, үй машина алуға деген сияқты. Негізі маған да любой адамға керек қой ақша. Жақсы, сонда осы огородты жинап берейін ба? Сен осы жақта тұра тұр, онда қазір мен келем. Жетел деген кішкене болсын бизнеске қызығады екен. Тек мен бар. Мынаның бәрін жинау керек қой еще. Мен деген қаншама шаруаларым бар. Жақсы, енді көмектесіп жіберейін. Еще маған өткізсең ақша аласың деді ма бірдеңе ғой. Что-то барлығы ақшамен шешіле ма бірдеңе ғой. Что-то ақшалар тасып бара жатыр ма? Мына деген мен еще огород мерге жинағаным үшін ақша аламын. Еще мына жеделдерге өткізгенім үшін ақша аламын. Енді главный несі болғасын, фермер болғасын осы ауылдың. Енді былай ауылды асырап отыр деген сияқты. Бұның еще барлығын ба? Сразу өсіп отыр ғой. Жақсы. Осы ауылда мына қолмен жуған жақсы сияқты алғанда. Осы ауылда 3 огород па? 3-4 огород бар ғой деймін. Или осы 3-4 огород, иә. Мына біреу, ана жақта мен үйім алдында 4-еу. 2 енді бірігіп кеткен. Сосын ана көршім жаңағы үйінің қасында бір огород бар, ол өзінікі ғой деймін. Ол огородты тазартайын ба, или ол өзінікі ме екен? Қазір сұрайын. Братан, мен осы алдым. Ана жақта менің үйім қасында көршім бар, сол көршінің де огородын алайын ба? Сол огородтар бәрі маған әкеліп бер. Негізі общий огородтардың бәрі осы ауылға тиесілі ғой, сол нан шығарып, жаңағыдай заттар шығарып деген сияқты, пирог деген сияқты заттар шығарып, сол ауылға енді. Бірақ қазір үйде сатып отырмын. Бірақ магазин жасау керек сол үйде. Жақсы, онда сол огородты мәке шығып кетті ғой, братан. Онда ертең жасайын ба? Ертең әкеліп бере бер енді. Былай көмектесіп жіберші деп жатқанмын ғой. Ана жақта, айтпақшы мен ана жақта жинап қойдым. Онда сен мына барлық заттарды маған бере бер. Жақсы, сонда жинап қойсаң істеп те жақсы болды. Қазір негізі мерге бере береді ғой. Маған бере бересің ғой, мен екеуміз негізі бірге сол қашпады. Братан? Екеуі айтып бара жатқанмын ғой, қазір просто қарап кетіп
Короче, давай, короче. Сау болыңыз. Тана біртүрлі екен что-то. Шынымен маған жұмыс істетіп алып жоқ па анау? Мейірін адам болып шығып кішкене. Еще маған ақша өткіз деді ма бірдеңе деді ғой мана. Білмедім, что-то қызықты. Ауылдың адамдар өзгеріп кеткен ба еще. Жақсы. Істеп тұр. Онда жақсы, мен осы жерде тұрайын. Тұрайын дегенде қазір заттарым, мә көшім заттар бар екен ғой. Қазір көршіме апарып берейін. Ой, көрші ұмытып кеттім ғой. Заттар бересіз бе? Мына жер скрин жасапсың ғой. Иә, қазір берем. Кейініз. Ой, братан, мен общем заттарым саған бердім ғой. Енді рахмет осы заттарын бергеніне. Осы үйім жөндеп алдым. Рахмет, еще заттарды дәл келіп тұр, заборлар, заттар барлығы дәл келіп тұр. Рахмет көп. Қашық. Жақсы. Бірден сұрайын. Братан, жаңа сундығындағы не динамиттер, не ол? Сен осы немен айналысасың былай? Динамиттер ба? Короче, мен заттар, экспериментчик болған мен. Андай заттар жасаймын, сауыттар, там, короче, мықты сауыттар жасаймын, детеретмей, бронялар, андай, мечтер жасаймын, короче, соларды андай тексеремін, короче, андай, жарап, там, мықты емес па, кейбір заттар бронялар андай слабый болып шығады. Осы, короче, тексеремін, андай, мықты ба, сол мықты емес па, андай, бронирован, енді күшті броня болған жақсы ғой. Сол тексеріп жатқанмын ғой, былай, динамиттермен. Иә, жақсы. Жақсы онда. Жақсы. Онда деген былай динамиттерді жарып тексеремін дей ма, осында қалай ол? Жарып тексергенде былай өзі бірден мен ұрып, оқ атып тексеру керек еді негізі адамдар. Не ұрып тұр ма? Жақсы, онда мотигамды қойын. Бүгін негізі былай жақсы күн болды. Бірақ мен негізі пландарым бір, негізі магазин ашу керек, тағы басқа деген сияқты. Келесі алып магазин ашып. Жақсы.